сақталған орын. Бірақ тарих тек музейде ғана қалмау керек. Ол біздің жүрегімізде, санамызда да болуы тиіс. 1986 жылы жас студенттер мен жұмысшылар алаңға шықты. Олар еркіндік үшін қорықпады, қантөгіс пен қудалауға қарамады. Сол тәуелсіздік үшін күрескен ата-бабаларымыздың ерлігін бүгінгі жастар шын мәнінде қадірлей алып жүрме? Бір азат елде өмір сүріп отырып, сол еркіндіктің қандай бағамен келгенін ұмытқан жоқпыз ба? Осы сұраққа жауапты біз өткенге үңілу арқылы іздейміз. 1986 жыл 16-18 желтоқсан Алматы қаласында қазақ жастары кеңес үкіметінің әділетсіз шешіміне қарсы бейбіт түрде алаңға шықты. Қазақстанда ұзақ жыл басқарған Дінмұхамед Қонаевтың орнына халық пікірін елемей, бөтен адам Геннадий Колбиннің тағайындалуы жастардың намысына тиді. Бейбіт басталған наразылық күшпен басылды. Мыңдаған жастар қудаланды, оқудан шығарылды, түрмеге қамалды. Желтоқсан оқиғасы қазақ халқының ұлттық санасының оянуы, тәуелсіздікке жасалған алғашқы батыл қадам болды. Бұл қағаздағы тарих емес, бұл жүрекке жазылған шындық. Республикалық радиодан пленум қабылдаған шешім туралы хабар тарады. Алайда болған жағдайдың мән-жайы түсіндірілмеді. Ертеңінде социалистік Қазақстан мен Казахстанская правда ақпараттық газеталары жарияланды. Алматыдағы Брежнев алаңында адамдар, негізінен студенттер, жұмысшылар мен жастар жинала бастады. Республикаға жаңадан тағайындалған басшылық алаңға жиналған халықты бақылап, Мәскеуге шұғыл хабар жіберді. Алдымен митингті бейбіт түрде тарату туралы нұсқаулар берілген. Жастар топ-тобымен көшелерді аралап, алаңға келіп қосылып жатты. Митингке қатысушылар менің Қазақстанымды айтып, әндетіп тұрды. Үкімет үйіне митингшілерге билік басындағылар да келді, алайда ортақ келісім бейбіт шешім бола қоймады. Алаңда митингшілермен бірге милиционерлердің де саны көбейді. Олар әлсін-әлсін қақтығысып қалып тұрды. Орталықтан Кеңес одағының түкпір-түкпірінен осылай қаруланған әскери бөлімдері ағыла бастады. 1920 мыңдық Алматы жасақшыларының қарулы күшінен бөлек КСРО-ның 7 бірдей қаласынан құрама әскери арнайы ұшақпен әкелінді. Фрунзендегі 5450 әскери бөлімінен 100 адам, Ташкенттегі 5452 және 3408 әскери бөлімінен 300 адам, Челябинскідегі 5426 әскери бөлімінен 203 адам, Новосибирскідегі 5427 әскери бөлімінен 203 адам, Уфадағы 5424 әскери бөлімінен 200 адам, Свердловскідегі 5425 әскери бөлімінен 225 адам және Тбилисидегі 480 адам. Алаңдағы трибунаға келген шенеуліктер мен әскерилер: соңғы рет айтамыз, қайтыңдар, қайтпасаңдар күш қолданамыз, бәрінде ертең заң алдында жауап бересіңдер, деп доқ көрсетті. Митингшілер райынан қайтпады. Қайта ширығып, трибуналарға қар мен мұз лақтырды. Алаңда құйын операциясы басталды. Әскери бөлімдерге қаланың орталығын тазарту туралы бұйрық берілді. Мұздай қаруланған әскерлер жастарға тарпа бас салды. Әскерлер алаңда тазартып, көше-көшені қуалай жастардың ізіне түсті. Ұсталғандарды ол қыз демей аяусыз ұрып соғып, қыздардың шашын сүйреп көліктерге қойша тиеді. Өзім бертін қана білдім. Мен ол жаңағы видеоны көрген кезде оның ішінде өзімнің кетіп бара жатқанымды байқамаппын да. Өзіңізді қалай таныдыңыз? Мен емес, менің жанымда бірге барған құрбым танып тұр ғой оны. Гүлшат Төпенова Гүлшат деген құрбым, бірге барғанбыз екеуміз сол күні. Содан кейін екеуміз де ұсталдық. Мен Қаскелең облысына, ол Фрунзенский сол кезде, қазір Алмалыма, сол неге ұсталды. Содан кейін оны жұмыстан шығарып жіберді. Оның күйеуі желтоқсаншы. Оның жолдасы
Қыдыр Төлеубаев деген ол да қатысқан кезде оларды Борылдайдың шұңқырына апарып төгіп тастаған. Содан кейін үстіндегі киімін, аяқтағы етіктерін бәрін үстерінен сыпырып шешіп алған. Олар сол жерден жалаң аяқ, үстерінде дым киім жоқ, жалғыз қабат көйлекшең ғана әзер дегенде жаяулатып тұратын жерлеріне жеткен. Әртүрлі деректер бойынша 170-ге жуық адам қайтыс болып, 2000-ға жуығы зардап шеккен болуы мүмкін. 8,5 мың адам ұсталды. 900-ге жуық әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 99 адам әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды, ал 600-ге жуығы жоғары оқу орындарынан және жұмыстан шығарылды. 20 жастағы Қайрат Рысқұлбеков ең жоғары жаза, өлім жазасына кесілді. Үкімде оның қатысуымен 9 көлік өртеніп, тағы 152-сі зақымдалған, 326 милиционер мен 196 әскери қызметкер жараланған деп мәлімдеді. Кейін жазаны 20 жылға бас бостандығынан айырумен ауыстырды, бірақ Рысқұлбеков түрмеге жіберу кезінде белгісіз жағдайларда қайтыс болды. Ресми нұсқа бойынша ол өз-өзіне қол жұмсаған. 1992 жылы қайтыс болғаннан кейін Рысқұлбеков толық ақталды, ал 1996 жылы оған халық қаһарманы атағы берілді. Асанова Ләззат Оразханқызы, желтоқсан көтерілісінің қатысушысы, құрбаны. Қазақ жастарының отаршылдық және әміршілдік жүйеге қарсы азаттық көтерілісіне белсене қатысқан. Ол орталықтың билеп-төстеушілігіне наразылық білдіріп, қаладағы жаңа алаңға, қазіргі республика алаңы, алғашқы болып шыққан ләззат елеушілер қатарында. Қазақтар, кіріптарлық құлдықта өмір сүргеніміз жетеді. Біз еліміздің тәуелсіздігін жеңіп алған кезде ғана азат болғанбыз. Ләззат бірден қайтыс болған. Ләззаттың басы, шүйдесі осы жер жарылған. Сүйегін апарғанда өзім таң атқанша күзетіп, сүйегін ұйықтамай сол күні шығарып салатын күні. Бас аяғын қарап, ұшып өлді деген соң мен оны үгітіліп кетті, сынып қалды деп ойладым ғой. Ештеңе болмаған, өзі де сондай сүмбілді әдемі болған еді. Су бойы жатыр. Сипайым, басын сипасам өшіріне қолым кіріп кетеді. Осы қолым өшіріне басқа жарақат жоқ, тек баста. Ләззат қайтыс болып, сүйегін апарды. Ербол Сыпатаев екеуі бір ауданнан еді. Екеуінің сүйегін бір күнде апарды. Ерболды алаңда мас болып қайтыс болды. Ләззат 5-ші қабаттан ұшып өлді деп алып барды сүйегін, екеуін бір күнде. Қашан Ләззатты жерлегенше ешкім кеткен жоқ. Менің аузымды аңдып тұрды елдер. Байқап сөйлеңіз, байқап айтыңыз деп. Мама, сіз мен үшін дара деп жазып кетті. Қатында солай жазушы еді. 16 жастағы бала мен ондай сөзді қайдан біледі деп ойлаймын, енді ойлап жатырмын мен. Желтоқсан көтерілісінің шынайы бейнесі көркем түрде жеткізілген маңызды туындылардың бірі. Режиссері Қалдабай Әбеновтың Алажар атты фильмі. Бұл фильмде 1986 жылы желтоқсан оқиғасының барлық қасіретті көріністері, Азаттың алаңға шыққаны үшін қудаланып, түрмеге қамалғаны, тергеушілер мен бақылаушылардың қысымынан қорқытуға ұшыраған көрсетіледі. Азат ойдан шығарылған кейіпкер емес, оның түп тұлғасы желтоқсан құрбаны Қайрат Рысқұлбеков. Алажар фильмі желтоқсан көтерілісінің қаншалықты ауыр жолмен келгені көрсетіледі. Бұл бір адамның емес, бір ұлттың басынан өткен қасірет. Желтоқсан жай ғана өткеннің тарих емес. Бұл халықтың намысы оянған сәт. Алаңға шыққан жастар болашақ үшін күресті. Олар еркіндіктің қандай бағамен келгенін өз тағдырымен дәлелдеді. Бүгін біз тәуелсіздікте өмір сүріп отырмыз. Бірақ бұл тәуелсіздік бізге дайын келген сый емес. Ол желтоқсанда төгілген көз жастың, үзілген жастықтың және де сынбаған рухтың жеңісі. Жерде елін қорғап терлеген, батырлар бұл жерде намыс қолдан бермеген. Жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген. Қазақстаным, Қазақстаным, алға
қазір мақтаныш бізге қазақ даласы, байлығы молдағы бар жау жүрек баласы, арманға бастаған құрылған көп қаласы. Қазақстаным, Қазақстаным.